Ассалаумағалейкум барша қазақ елі. Сіздермен жақсы жаңалықпен бөліскім келіп отыр. Маған Дәуітәлиев деген азамат өзінің жерін заңдастыра алмай жүргенін, Алматы қаласы әкімдігіне жерді беру туралы өтініш жазып беруін келіп сұраған болатын. Мен Алматы қаласының әкімдігіне Дәуітәлиевке жер беру туралы өтініш жазып, әкімдік жер комиссиясына шығарып, Дәуітәлиевке жер беруге болады деген шешім қабылданған болатын. Сол шешім қабылданғаннан кейін мен Алматы қаласының әкімдігіне осы жерді беру туралы қаулысын шығарып беруді сұрап өтініш хат жазғанмын. Біздің өтініш хатымыз Алматы қаласы жер қатынастар басқармасынан түскен. Біздің өтініш хатымызға Алматы қаласы жер қатынастар басқармасы бүгінгі күнге дейін жауап берілген жоқ. Мен жер қатынастар басқармасының бұл әрекетсіздігіне Алматы қаласының мамандандырылған әкімшілік сотына әкімшілік талап қойдым. Яғни талабымыз осы Алматы қаласы жер қатынастар басқармасының менің өтініш хатыма жауап бермеген әрекетсіздігін заңсыз деп тануды және де біздің өтініш хатыма жауап беруді міндеттеуді, сонымен қатар адвокаттың көмегіне жүгінген төленген төлемақыны өндіру туралы талаптар қойған. Біздің талабымыз Алматы қаласының мамандандырылған әкімшілік сотының судьясы Келдібаевтың өндірісіне түсіп, судья істі жан-жақты объективіне қарап, біздің талабымызды толыққанды қанағаттандыруға болады деген шешім қабылдайды. Яғни Алматы қаласы жер қатынастар басқармасының біздің хатымызға жауап бермеген әрекетсіздігін заңсыз деп таныды. Оған бір айдың көлемінде біздің өтініш хатқа жауап беру міндеттелді. Сонымен қатар біздің адвокаттың шығынын өндіру туралы шешіміміз қанағаттандырылды. Осы тұрғыда мен Алматы қаласының мамандандырылған әкімшілік сотының судьясы Келдібаевқа талап қойушының тарапынан да, өзімнің тарапынан да алғысымызды білдіреміз. Осындай әділ шешім шығарғаныңызға. Осы шығарылған шешімге Алматы қаласы жер қатынастар басқармасының тарапынан апелляциялық шағым берілуі мүмкін. Мен ойлаймын, апелляция сот алқасы мына бірінші соттың шығарған шешімін объективіне қарап өзінің күшінде қалдырады, және де осы шешімді өзгертпейді деп сенемін. Егер де қандай да бір өзгерістер пайда болатын болса, біз алдағы уақытта әлеуметтік желіге жариялап, халықтың талқысына салатын боламыз.